бері пәнінен ашық сабағымыздың тақырыбы мұғалімнің жобалау зерттеу іс-әрекеті болашақ ұстаздардың шығармашылық әлеуетін дамыту құралы деп аталады. Яғни біз ашық сабағымызды жаңа сабақты бастамас бұрын бірінші старста кім бізде? Зерделеуші бола кім бар, кім жоқ? Бейсенбек Аружан алып жатыр, жақсы. Қалған 19 студент барлығымыз қатысып жатырмыз. Ал енді сабақты бастамас бұрын біз топқа бөлініп аламыз. Топқа бөлу тәсілін біз өзіміздің, яғни сіздерге қазір түсіндіріп өтем. Топқа бөлу әдісін қазіргі заманауи жаңа әлеуметтік желі түрлері бар, біз күнделікті өмірде әлеуметтік желілерді қолданамыз. Қандай әлеуметтік желілер бар, яғни Instagram, TikTok, YouTube, өзіміздің қазіргі заманауи әлеуметтік желілер арқылы біз топқа бөлу әдісін өткізетін боламыз. Яғни сіздерге қазір сіздер осы әлеуметтік желілерді таңдау арқылы біз қазір 4 топқа бөлінеміз. Қазір мен сіздерге тез-тезден менің қолымдағы әлеуметтік желілерді таңдап шығамыз. Таңдаймыз. Тез-тезден. Таңдап жетеміз. Таңдаймыз тез-тез-тез. Таңдап аламыз тез-тезден. Яғни бізде Instagram, YouTube, Facebook, TikTok деген әлеуметтік желілері бар. Бір-бірден таңдаймыз. Ал енді барлығымыз артына қараймыз. Яғни сіздерде саны жазылған. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші топтар жазылған. Тез-тезден бірінші топ, міне, бірінші топ осы жерге, екінші топқа, және де үшінші топ пен төртінші топ тез-тезден орнымызға отырамыз. Әрқайсымыз топ бойынша, яғни 5 студенттен, 4 студенттен бөліндік. Барлығымыз топ бір-бірімізге қараймыз. Топтарға бөлінді, көп топ бізде шықты. Енді қыздар, барлығымыз көңіл күйлерімізді көтеру мақсатында, жағымды көңіл күй тудыру, яғни сіздердің түрлеріңізге қарасам, барлықтарыңыз мұңайып отырған сияқтысыздар. Сондықтан да әдемі болып күлімдеп отырамыз. Ол үшін бір-бірімізге жақсы тілек тілеп, біздің ашық сабағымызды жақсы көңіл күймен, жақсы тілекпен бастайық. Ол үшін міне алдарыңызда тілек барабаны тұр. Тілек барабаны арқылы қазір сіздер 4 топ өздеріңіздің топ басшыларыңызды таңдап өтсеңіздер. Яғни бірінші топта кім топ басшысыздар? Таңдаймыз. Шұғыла. Екінші топ Айдана. Үшінші топ Жанела. Төртінші топ Диана. Яғни 4 топ бізде топ басшысы тағайындалды. Енді топ басшысы өзінің тобына және де басқа да топтарға тілек тілеу мақсатында қазір қандай сөз шығар? Яғни сіздерде бақыт, денсаулық, шаттық, сыйластық, махаббат деген сияқты өте бір әдемі жылы лебіздер жазылған. Сол жылы лебіздің біреуін таңдау арқылы топ басшысы өз тобына және басқа да топтарға тілек тілеп айтып өтетін болады. Ал бірінші топтан таңдайды, зерделеу шұғыла барабан айналады. Қандай тілек түседі екен шұғылаға? Сыйластық. Біздің топқа және де басқа топтардың арасында осы қазір топтық жұмыс болады. Сол кезде барлықтан сыйластық болған. Сыйластық. Бір-бірлерді сыйланды. Сыйластық бен ұрыспай, біз осы ұжыммен бірігіп, жақсы осы ашық сабағымызды өткізіп шығайық. Ал екінші топтың топ басшысы Айдана. Ал Айданаға қандай лебіз түседі екен, соған байланысты айтып өтеді.
Яғни Айданаға бізде қайтадан сыйластырайық, тағы бір айналдырып өтейік онда. Marhabat, marhabat. Men bugun barimizga tilayotgan tilagim muhabbat iskan so'ng, muhabbat o'zi issiq bo'lyapti. Bizning ara qatnashimiz birimizga issiq bo'lib, hech qachon urushmay, o'zi bugungi ochiq sabaqda yaxshi o'tkazamiz degan o'ydaman. Uchinchi to'p. Бақыт инновацияларға отырған барша қарсыластарымыз деп айтсақ та болады. Сіздерге қазіргі таңда енді бақыт тілеймін, енді бақытты болып, бақыттың құшағында ойнап күліп жүре беруіңізге тілектеспін. Төртінші топ başı бізде Диана. Дианаға бүгінгі біздің ашық сабағымызда барлықтарыңыз қуанышпен қатысуларыңызды тілеймін. Осы бүгінгі ашық сабақты жақсы көңіл күймен аяқтаймыз деген ойдамын. Жақсы, барлығымыздың көңіліміз көтеріліп, бір-бірімізге жақсы тілек-лебіздерімізді білдірдік, иә? Ал енді келесі сіздерге үй жұмысы бойынша алдыңғы сабақта сіздерге жобалау тақырыбы бойынша 4 топқа бөлініп сіздерге жоба берген болатынмын. Жобаға байланысты сіздер тақырыптарын және оның мазмұнын барлығын сіздерге үй жұмысы ретінде берілді. Ал енді қазір топ бойынша бірінші топтан 4-ші топқа дейін, яғни өздеріңіз алдыңғы сабақта топтар басқаша болды, яғни өздеріңіз білесіздер, иә? Соған байланысты презентация қорғау немесе плакат қорғау деген сияқты біздің жобамыз әртүрлі форматта өздеріңізге байланысты жоба қорғау әдісі берілген болатын. Ал енді бірінші топтікі үй жұмысына келетін болса, үй жұмысы бірінші топтың презентациясы. Бірінші топ шығамыз, яғни компьютер. Бірінші топ компьютер тақырыбы бойынша жоба қорғайтын болады. Біздің бүгінгі таңдап алған тақырыбымыз компьютер. Біздің жобаның мақсаты осы компьютер жайлы шағын ғана мәлімет бере кету және осы компьютердің пайдасы мен зиянын айырмашылығын ажырата білу. Компьютер дегеніміз компьютер сөзі анықтамасы алғашқы рет 1897 жылы ағылшын Оксфорд сөздігінде пайда болған. Компьютер өндіруге, түрлендіруге арналған құрылғы. Оның есе кезінде оның мақсаты есептеулерді шығару болса, қазіргі кезде оның мақсаты басқару. Компьютер жай ғана машина болғандықтан ол өз бетінше ойлана алмайды. Сол себепті де оны міндетті түрде адам басқару қажет. Компьютердің артықшылығы мен пайдасына келетін болса, ол арнайы бағдарламалар арқылы жұмыс процесін оңайландыру және интернеттегі үлкен ақпараттардың көмегімен адамның білімін арттыру, алыс жақтағы достармен бірге байланыс хат алмасып, қарым-қатынас жасауға болады және де тасымалды компьютер мен ноутбук шығаратын әйгілі компаниялар олар IBM, Apple, Flashback, Compaq болып табылады. Компьютердің зияндылықтары көздің көруі төмендейді және омыртқаның қисаюына әкеп соқтырады. Компьютерде балалар көп отырса, яғни ол жерде достарының ара қатынасын жоғалтып алуы мүмкін, қарым-қатынастарын. Қазіргі таңда компьютер біздің өмірімізге мықтап енді десек те болады, себебі біз таңертең ұйқыдан тұрған соң газет емес, веб парақшамызды тексеріп, почта жәшігін емес, электронды почтамызды тексереміз. Осы арқылы компьютердің де технологиясында біздің өмірімізге қаншалықты кіргенін көруге болады. Және де компьютер жайлы қызықты деректермен бөлісетін болсақ, ең алғашқы заманауи дербес компьютерлердің қуаттылығы адамды айға ұшырып және жерге қондыру қуаттылығынан 10 есе көп болып келеді. Және де алғашқы компьютерлер өте ауыр болған, және олардың салмағы, бір компьютердің салмағының өзі 30 тоннаны құраған.
Біздің жобаның өзектілігін айта кетсек, біздің осы компьютер тақырыбын таңдап алған себебіміз, компьютер қазіргі таңда ең қолданыстағы көп құрылғылардың бірі, және қазір жас балалардың өзі осы барлық жұмыстарды, жобаларды компьютер арқылы жүзеге асырады. Біздің компьютерді қолдану барысында қоятын, яғни кеңесіміз, ұсынысымыз жайлы айтатын болсақ, яғни компьютерларды жаңадан сатып алғанда жоғары сапалы компьютерларды сатып алған жөн, себебі ол көзге әсер ететін зиянды сәулелерді төмендетеді. Және ыңғайлы орындықты да таңдаған жөн, себебі ол арқаның бұлшық еттердің ауырмауына көмектеседі. Және компьютермен көздің ара қашықтығы 70 см болған жөн, және адам компьютердің алдында отырған кезде өзіне ыңғайлы қылып, яғни арқасын түзу, аяғын еденге қойып ұстаған жөн. Егер де көп уақыт бойы сіздер компьютердің алдында отырған болсаңыздар, арасында үзіліс жасап демалып алған жөн, себебі ол денсаулыққа өте зиян болып табылады. Біздің бүгінгі қорғаған жобамызды қорытындылай келсек, осы біздің берген мәліметтер арқылы студенттер өзін компьютерді тек қана пайдасына қарай қолдану керектігін түсінді деп ойлаймын, және де пайдасы мен зияны ажырата білді деген ойдамыз. Пайдасы мен зияны, артықшылығы, компьютердің шығу тарихы жайлы айтып өтілді. Енді осы топқа сұрақтарымызды дайындасақ, кім сұрақ қоямын дейді? Аяулым. Болашақта компьютердің дамуы сіздерге тиімді ме? Әрине тиімді, өйткені қазіргі таңда барлық жастар барлығы компьютерді қолданады, барлық жұмыстардың бәрі компьютермен іске асырылады. Сол себепті де егер де компьютер дамыса, біздің басқа да жобаларымыз іске асырады. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Сайлау жанры. Сіздердің ойларыңызша компьютердің шарықтау шегі қандай? Болашақта дамығаны қандай деп ойлайсыз? Біз компьютер болашақта да дамиды деген ойдамыз. Себебі қазіргі таңда қағаз түрінде құжаттар сақталғанмен көбінесе барлығымыз электронды түрде жұмыс істейміз. Ол бір жағынан құжаттардың жоғалып кетпеуіне де тиімді, шарықтау шегі болмайды деп ойлаймыз. Жақсы, сұрақтар жоқ қой, қыздар? Сұрақ бар ма тағы? Ал жақсы, шапалақтаймыз. Жақсы отырамыз. Екінші топ бойынша бізде екінші топ, яғни ғаламторға байланысты. Бүгінгі біздің қорғайтын жобаның тақырыбы ғаламтор болып табылады. Яғни бүгінгі біздің жобаның мақсаты ғаламтор туралы нақты түсінік беріп кету және оның кемшіліктерін, яғни зияны мен пайдасын туралы түсінік беру. Біздің бүгінгі тақырыптың өзектілігіне келетін болсақ, яғни бұл тақырыпты біз не себепті таңдадық? Бұл тақырыпты таңдаған себебіміз қазіргі таңда ғаламтор адам өмірінде үлкен рөл атқарады. Сондықтан да біз осы тақырыпты алып шығамыз деген ойда осы тақырыпты таңдадық. Келесі кезекте енді ғаламтор жайлы қызықты мәліметтерге тоқтала кетсек. Әлемде 4 миллиард электрондық пошта тіркелген, күн сайын олардан 190 миллиард хабарлама жіберіледі. Хабарламалардың 75% спам. Исландияда ғаламтордың халық 97% қолданады. Бұл әлемдегі ең жоғары көрсеткіш. Ғаламторды жасаған технология 1960 жылдары пайда болды. Ол ARPANET деп аталды және ақш үкіметінің мақсаттары үшін құралды. ВКонтакте әлеуметтік желісін қолдану үшін және профильді көріп шығу үшін адамдарға 100 мың жыл қажет. Интернет дүкендердің саны жай дүкендердің санынан асып кетті. Қазіргі уақытта бүкіл әлемдік ғаламтор желісін 3,5 миллиард адам көріп отыр. Америкада тұрмыс құрған жұптардың 19% интернет желісінде танысқан. Әлемдегі ең жылдам интернет Сингапур елінде. Эверест тауының ең биік шыңында ғаламтор қолдану мүмкіндігі бар. Ғаламторға қосылған құрылғылардың саны планетадағы адамдардың санынан да көп. Ғаламтордың тарихына тоқтала кетсек, ғаламтор ең алғаш 20 ғасырлардың аяғында пайда болған деседі, яғни оның тарихының шығу жолы 1957 жылы Кеңестер одағы өздерінің жасанды жер серігін ғарышқа ұшырған соң, ақш министрлігі Америкамен қандай да бір соғыс болып қалмас үшін қандай да бір байланыс жүйесін жасағысы келді. Яғни бұны ақштың орталық барлау басқармасының қызметкерлері жасаған. 1969 жылы 29 қазанда ARPANET деген желісін шығарған. Яғни бұл
көптеген компьютерлік желілерді бір-біріне байланыстырған болатын. Одан кейін дами келе 1983 жылы бұл ARPANET желісін интернет деген атақпен алмастырған. Қазіргі таңда интернет желісін әлем бойынша 1,5 миллиард астам адам пайдаланады екен. Бірақ оның пайдасы да зияны да өте көп. Енді ғаламтордың артықшылықтары мен зиянына тоқтала келетін болсақ, ғаламтордың артықшылықтары, яғни сіздің алыс туыстарыңыз болса, сол ғаламтор арқылы сөйлесуге болады, және де ғаламтор арқылы өзіңізге сыныптастар, достар, сырластар табуға болады, және де ғаламтор арқылы өзіңізге керекті ақпаратты табып, және де соны сақтауға болады, және де ғаламтор арқылы табыс көзіне табуға болады. Ендігі ғаламтордың зияны тоқтай кеткен болсақ, ең басты зияны ол адамның денсаулығына зияны. Ол ғаламторда көп отырудың арқасында адамдардың көзін көру нашарлайды және оның қасы ауырады. Ондай жағдай болмас үшін көзілдірік киіп және арқасын тік ұстаған дұрыс. Және де одан басқа да ғаламтордың адамдар көп уақыттарын өткізеді, соның арқасында ғаламторға тәуелділік пайда болады. Сондай болмас үшін ғаламторды аз отырған мейлінше дұрыс. Және тағы бір айтатын кететініміз, ол ғаламтордың зиянына қараған кезде ғаламтордың пайдасы көп екенін білдік. Ендігі кезекте біздің бүгінгі тақырыпты қорытындылай кететін болсақ, яғни жаңа айта кеткендей, біз ғаламтор туралы түсінік беріп кеттік. Әрине, ғаламтор туралы түсінік бәрінде қалыптасқан. Бірақ бүгінгі біз жобамызда нақты айта кеттік, яғни артықшылықтар мен кемшіліктерін. Яғни осы қысқаша жоба арқылы біз сіздерге ғаламтор туралы түсінікті қалыптастырдық деген ойдамыз. Сіздерге сұрақ, ғаламторсыз өмір сүру мүмкін бе? Қалай ойлайсыздар? Ғаламторсыз өмір сүру мүмкін бе? Ғаламторсыз өмір сүру өте қиын. Мысалға, оған көптеген мысалдарды алуға болады. Мысалға, свет өшкен күні 1-2 сағат қана свет өшкен, біз бәлен-бәлен жылдай интернетсіз өмір сүргенде боламыз. Түңіліп кеткен адамдар сияқты. Яғни ғаламторсыз өмір сүру қиын өте. Мүмкін, бірақ қиын дейсіздер, иә? Ал тағы осы ғаламторға байланысты сұрақтарыңыз бар ма? Екінші топқа қоямыз сұрақ жоқ па? Жанала? Ғаламтор болмаған жағдайда өздеріңізді қандай бізді елестетесіздер? Ғаламтор болмағанда көбінесе ойланасың. Жауабын таппай жүрген сұрақтардың жауабын табасың. Көбінесе өзіңе көп уақыт бөлесің. Иә, көбінесе ауылды жерлерде кейде байланыс болмай жатады, ғаламтор болмай жатады, иә. Сондықтан сондай жерде демалып, бір жақсы бір-бірлерге сөйлесіп деген сияқты. Көбінесе біз бос уақытымызды басқа да пайдалы дүниелерге арнаймыз, иә. Егер көбінесе біз телефонды ұстамаса, ғаламторға кірмесе, онда біздің бос уақытымыз әлде қайда көп болады деп ойлаймын, иә. Ал жақсы екінші топқа жарайсыздар. Ал үшінші топ бойынша бізде электрондық почта тақырыбында жобамызды бастаймыз. Яғни сіздер презентация түрінде дайындап келдіңіздер, иә? Жақсы. Біздің таңдаған тақырып электрондық почта. Өзектілігі неге таңдадық? Себебі электрондық почта қазіргі уақытта, яғни сіздерге болашақ мұғалімдер ретінде осы программа өте тиімді ретінде көрдік. Мақсатын айта кететін болсақ, электрондық почтаның мақсаты электрондық поштаның түсінігінің, яғни анықтамасын, оның зияны мен әртүрлі қасиеттерін, қалай қолданылатын тарихы туралы айтып кету. Жалпы электрондық почта дегеніміз ол технология және оның қайта сілтеу бойынша ұсынылған қызметтері және компьютерлік желілердің үлестірілуі бойынша анықталған электрондық хабарламалар. Ол яғни пайда болуына байланысты 1965 жылда жатқызуға болады. Ендігі электрондық почта мен кәдімгі почтаның айырмашылықтарын айта кетсек, біріншіден кәдімгі почтада адресі мен оның мекен жайын білу керек. Сонымен қатар оның қайда апаратынын, сол жағын бәрін анықтау керек.
хатты жазып, жазбаша түрде жазып, оны почтаға салып, және де жүйелі түрде оны әр уақытта қарап отыру керек. Ал электрондық почтада бәрі өте оңай, оның аты мен мекен жайын білесің, сонымен қатар арнайы бағдарламалардың арқасында, оларды саласында, кейін ақпаратты өзің қалаған уақытта қарай аласың. Электрондық почтаның артықшылықтары мен кемшіліктеріне келетін болсақ, артықшылықтары электрондық жұмалы ішіндегі кіріспе жәшігі электрондық почтаға әртүрлі және өте пайдалы ақпараттар береді. Электрондық почта автоматты түрде жүктеледі және де оңай көлемде өңделеді. Еске салулар мен хабарларды кейінге қалдыру сізді жемісті етуге көмектеседі. Жұмалы кіріспе жәшігі электрондық почтаға жауап беруді бастамас бұрын қысқа жауаптар ұсынуы мүмкін. Интернетсіз жұмыс жасамайды кемшіліктеріне келетін болсақ. Ендігі бұның қоғамға қосатын үлестері жайлы айта кетсек, біріншіден бұл жылдамдық. Яғни сіз қандай да бір ғимараттың немесе тіпті әлемнің екі шетінде отырсаңыз, сіз ақпаратты жіберу үшін бірнеше секундтың ішінде байланыса аласыз. Келесі ыңғайлылық, яғни біреуге сұрақ қойсаңыз, сіз ол сұрақтың жауабын дәл сол уақытта ала аласыз. Келесі тіркемелер, яғни біз электрондық почтаға біз әртүрлі сайттарды, яғни ақпараттарды тіркей аламыз. Келесі жазбада бұл электрондық почта бізге бір-бірімізбен сөйлесуге мүмкіндік береді. Келесі тегін байланыс, яғни сіз электрондық почтадан әртүрлі ақпараттарды тегін ақысыз форматта жібере аласыз. Қорытындыға кететін болсақ, осы электрондық почтаның кемшілігінен гөрі артықшылығы көп екен. Осы электрондық почтаны көбінесе қоғамдық жұмыстағы мамандар қолданады, мысалға педагогтар. Біздің зерттеу жұмысы бойынша сіздер 50% электрондық почта программасын қолданады екенсіздер. Ендігіде сіздерге ұсынатынымыз үшінші топ ретінде сіздерге ұсынамыз осы программаны қолдануға. Неге? Себебі сіздер болашақ педагогсыздар, бұл сіздерге ақпарат алмасуға, әсіресе үлкен ақпаратты алмасуға сіздерге өте тиімді программалардың бірі болып табылады. Назарларыңызға рахмет. Үшінші топқа сұрақтарыңыз бар ма? Электрондық почта туралы. Ал кімде электрондық почта бар, қолыңызды көтерейікші. Яғни барлығында бар, иә? Сіздерде болашақ мұғалім ретінде шынымен де өте жақсы айтып жатыр, иә? Өздерінің ұсыныстарын да білдіріп жатыр. Яғни болмаса міндетті түрде электрондық почта ашқанымыз дұрыс. Себебі осы мамандықты таңдағаннан кейін бізге әртүрлі мәліметтерді жұмыс жасау, жұмыс барысында болсын, осы электрондық почта бізге өте қажет болады. Жақсы, ал шапалақтаймыз. Ал соңғы топ ұялы телефон жайлы, ұялы телефон пайдасы, зияны ұялы телефонның жұмыс айлығы жайлы. Төртінші топ, соңғы тобымыз айтып өтетін болады. Біздің жобаның тақырыбы ұялы телефон. Ол жобаның мақсаты, яғни ұялы телефонның тарихымен танысу, ұялы телефонның қолдану ережелері және де оның жағымды және жағымсыз жақтарымен сол жайлы қызықты мәліметтермен таныстыру. Бұл тақырыпты таңдаған себебіміз бұның өзектілігі, яғни технология дамыған сайын ұялы телефондарда күн санап неше түрлісі шығып жатыр, яғни дамып жатыр. Сол себепті біз ұялы телефон тақырыбын таңдадық. Ал енді ұялы телефон жайлы мәлімет айтпас бұрын, мұның алдымен тарихына тоқтала кетейік. Ұялы телефонмен жасалған байланыс, нағыз байланыс, бұл 1973 жылдың 3 сәуірінен басталған. Бұны компанияның қызметшісі Мартин Купер өзінің басшысына жолдама жібергенде осы телефонны, ұялы телефонды қолданған болатын. Және де ол қолданған ұялы телефонның салмағы, яғни алғашқы ұялы телефон 1,15 килограммнан тартқан. Сол вақыттары Нью-Йорк әлемдегі жалғыз ұялы желінің байланыстық станциясы болып орналасты. Ал содан соң 4 жылдан кейін Чикагода 2000-нен астам абоненттік тәжірибелік ұялы желі құрылды. Ал 1979 жылы Күншығыс елі осы өнертапқыштық жаңалыққа қызығушылық танытып 88 ұялы байланыстық станция ашты.
Ендігі келесі кезекке әрбір заттың жақсы және жаман жағы болады демекші. Осы ұялы телефонның жақсы және жаман жақтары бар. Ең алдымен жақсы жақтарына тоқтала кететін болсақ, алысты жақын етеді. Яғни алыста жүрген туыстарымыздан тез арада 1-2 секунд арасында хабар біле аламыз. Екіншіден, интернет желісіне қосылу арқылы ақпараттарды біле аламыз. Кемшіліктеріне тоқтала кететін болсақ, баланың дамуын процесін нашарлатады. Яғни жаңадан туған нәрестеге ата-анасы жыламасын деп телефонды берген сәттен бастап баланың даму процесі төмендей бастайды. Және де бұл телефонның ультракүлгін сәулесі адамның миына, көзіне әсер етіп, жаман әсер етеді және де ми ауруына әкеліп соқтырады. Ал енді қолдану ережелеріне келетін болсақ, телефон алған кезде сәулесі төмен телефонды алған дұрыс. Себебі ол көзге өте кері әсерін тигізеді. Және де жататын төсек орнына телефонды қоймау қажет. Себебі таңертең тұрғанда белдің ауруы, бастың ауруы содан бөлінетін электротолқынды күштердің кесірінен болады. Және де жаңбыр жауған күні ұялы телефонды ұстамауға тырысу қажет. Себебі жаңбыр жауған күні, найзағай ойнаған күні телефоннан электромагнитті толқындар қатты бөлінеді. Және де жүкті әйелдерге де телефонды көп қолданбау қажет. Себебі ол іштегі балаға кері әсерін тигізеді. Қызықты мәліметтерге тоқтала кетсек, шетелдік ғалымдар айтып кеткендей, адам баласы ұялы телефонды көп қолданғаннан Альцгеймер деген ауруға шалдығады деп айтып кеткен. Тағы да айта кетсек, шетелдік ғалымдар сәуленің әсерінен кейінгі ұрпақтарға беріледі деген. Яғни бір айдай ғалымдар сәулеленудің атшалмандарға тәжірибе жасалған. Содан кейін 2 аптадан кейін атшалмандардың иммунитеттері өзгеріп, бір атшалманның қанын алып екінші атшалманға салған кезде екеуі де ең соңында өліп қалған. Енді 96 сөздің тобықтай түйініне келетін болсақ, біз бұл жерде байқаған нәрсеміз, қазіргі таңда осы телефонды көп адам пайдаланады. Неге? Себебі Google, мысалы, жай қарап отырсақ, біз сауалнама жай ғана бақылау жүргізіп көрдік. Неге? Басында Google'да 1 секундта 2 миллионнан астам сұрақ енгізіледі екен. Осыдан ақ байқауға болады. Яғни осы арқылы қазіргі таңдағы адамдардың көптеген телефонды пайдаланатынын ескере аламыз. Яғни осы 96 сөздің тобықтай түйініне келетін болсақ, ұялы телефон, ол айта кеткеніміздей жақсы және жаман да жақтары бар. Яғни алыстағы адамдарымызды, мысалы, хабар ала алмай отқан адамымызға қоңырау шалып, оның жағдайын білуге болады. Және де бірақ артықшылықтарымен қоса осы телефонның кемшіліктері де бар. Сондықтан да оны өз уақытымен пайдаланып, өзіміздің денсаулығымызды сақтауға үлес қосу керек. Денсаулық мол байлық. Назарларыңызға рахмет. Жоба болғасын, осындай өзінің зерттеу жұмысымен болу керек. Яғни сауалнама түрінде, тест әдісі, зерттеу әдісі, мен сіздерге алдыңғы сабақтарда айтып өткен болатынбыз. Жоба болғандықтан сіздер диагностика жүргізіп, сауалнама жүргізіп, тест жүргізіп, қандай да бір өз үлестеріңізді жобаға қосуларыңыз, яғни зерттеу жұмысын жүргізулеріңіз керек. Артынан қорытындылап, талдау жасап, осылай ұсыныс білдіріп, яғни жобамызды осылай аяқтауымыз керек. Жақсы, 4-ші топқа қосып өте жақсы сұрақтарыңыз бар ма 4-ші топқа? Сұрақ жоқ, барлығы түсінікті. Отырамыз. Ал енді қыздар, жаңа сіздерге мен әлеуметтік желілерді таратып өттім, яғни әлеуметтік желілерді таратқандағы мақсатымыз біздің сіздердің алдарыңызда осындай ұялы телефон тұр. Көрдіңіздер ғой, барлықтарыңызда алдарыңызда ұялы телефон тұр. Осы ұялы телефонға, мысалы, әрқайсыңызда сізде TikTok желісі, TikTok желісінің лайк басу батырмасы қайсысы? Көрсетіп өтіңізші. TikTok желісінікі, мына, TikTok желісінікі осы. Яғни сіз өзіңізге алдыңызға алып аласыз осыны. Осы бойынша, яғни өзіңізді сабақ барысында бағалап отырасыз. Яғни бағанадан біз үй жұмысын айтып өттік, үй жұмысына сізде атсалыстыңыз ғой. Сізде өз ойыңызды айтып білдірдіңіз. Яғни осы сіздің жаңағы осы берілген қағаз, ол ашылады. Осыны ашу арқылы осы телефонға, міне ортақ осы телефонға жабыстырып өтеміз. Яғни әрқайсысы өзі сабақ барысында егер сабаққа белсене қатысса, осыған өздері өзінің лайкын
жапсырып отырады. Түсінікті ғой, иә қыздар? Міне жетпей жатса, екінші бетіне де жапсырсаңыздар болады. Яғни сіз осы батырма бойынша сіздікі қызыл, яғни өздеріңізді таңдап аласыздар. Соған байланысты осы жерге біз лайктарымызды қойып, яғни жапсырып өтеміз. Топтық жұмыс болса, топтық жұмысқа да сіздер қатысасыздар ғой. Топтық жұмысқа бірге дайыны, бірге оқисыздар, бірге айтып өтесіздер. Сондықтан да топтық жұмыс кезінде онда осы топта отырған 5 адамды өзін лайықтымын деп санаса, онда өзін жапсырып бағалап өтеді. Осы телефонға жапсырып өтеміз. Сосын ең соңында өзімізді бағалау арқылы, яғни қанша лайк жинадық, иә, қазіргі заманауи әлеуметтік желіге байланысты қанша лайк жинадық, қалай сабаққа қатыстық, қалай сабақты қорытындыладық, соған байланысты біз артынан қорытындылайтын боламыз. Ал енді өзімізге ұмытпаймыз, өзімізге бағалау әдісін ұмытпай жапсырып отырамыз, иә? Осы үй жұмысында да сіздер қатыстыңыздар, сондықтан бір-бірден жапсырып өтсеңіздер болады. Ашып көреміз, қолданып көреміз, бір-бірден жапсырамыз. Жапсырдық па? Сіз жапсырдыңыз ба? Жапсырдыңыздар, иә? Сізге ексел берілді, иә? Барлығымыз бағалау әдісіне бір-бірден жапсырып шықтық па барлығымыз? Келесі жаңа сабағымызға көшсек, енді жаңа сабағымыздағы міне елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сөзімен бастасақ, сайлау жаңа оқып өтсек. Қазіргі кезеңдегі басты мәселенің бірі жаңа технологиялардың даму кезеңінде болашақ ұрпақтың тәрбиесі мен білім алуында ұстаздардың атқаратын рөлі ерекше. Егемен еліміздің болашағы оның әлемдік өркениеттегі өз орны. Ең алдымен білім мен тәрбиенің бастауы ұстаз қолында. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған жолдауынан. Жақсы, Жанала, рахмет. Яғни сіздерге көрдіңіздер ме, болашақ түрлі оқыту технологияларын қолданасыздар, иә? Яғни болашақ біздің бүлдіршіндер осы болашақ сіздер сияқты ұстаздардың қолында деп айтып өткен болатын, иә? Сондықтан да біз осы жобалап оқыту технологиясын тиімді пайдалануымыз керек. Соған байланысты біз жалпы сіздерге ой толғау ретінде сұрақ қойсам. Оқу дегеніміз не? Қалай ойлайсыздар? Жалпы оқу, оқыту дегеніміз не? Өз сөздеріңізбен. Оқу дегеніміз не? Қарапайым жеңіл сұрақ болғанмен, әркім әртүрлі ойлайды, иә? Оқу дегеніміз не? Қолымызды көтеру арқылы сұраққа жауап береміз. Оқу дегеніміз не? Атсалысамыз, қыздар, тез. Топ басшылары. Танысу және де білім алу. Жақсы, тағы? Диана? Оқу дегеніміз ол белгілі бір пәнді материалды оқу, ал оқыту дегеніміз сол материалды балаларға жеткізіп оқыту. Жақсы, Жанала? Оқу дегеніміз ол көп білу үшін қажет деп ойлаймын. Неге себебі көп мәлімет білген сайын өзіміздің біліміміз де арта бастайды. Сондықтан да оқу өте маңызды деп айта аламын. Жақсы. Оқу деген ол адамның білім деңгейін көтеруі, оның үлкен болашаққа деген қадам басуының бір өлшемі. Жақсы, өте дұрыс айтасыздар. Яғни жеке тұлға болып қалыптасу үшін, өзіне деген сенімділігін арттыру мақсатында, яғни оқу әдісі біз оқу ретінде, яғни үлкен өмірімізде орын алады, яғни соның оқу технологиялары бізде, осы оқу технологиясының бірі бізде жобалау технологиясы. Сіздер болашақ ұстаз ретінде өздеріңіз мектепке барған кезде, яғни қазіргі заманауи технологиялардың бірі осы балалардың өзі жұмыс жасауы. Сіздердің көбінесе сіздердің сөйлеуіңіз емес, көбінесе балалардың сөйлеуіне, балалардың бір жұмысты, яғни бір тақырыпты беру арқылы үйде, мысалы жаңа сіздерге жоба берілді, сол жобаны үйде сіздер зерттеу, яғни шығармашылық топ ретінде бір топ болып құрылдыңыздар. Соған байланысты сіздер зерттеу жұмыстарын жүргізесіздер, талдайсыздар, яғни топ
топқа бөлінесіздер, өздеріңізде әрқайсыларыңыз міндеттеріңізді орындайсыздар, иә? Соған байланысты жобаның өзектілігін, жобаның тақырыбын таңдап, жобаның мақсатын құрып, яғни сіздер топпен жұмыс жасайсыздар. Яғни бұл ұжымдық бірігуге де, яғни өздеріңіздің іздену, ақпаратты іздену, бір зерттеушілік қасиеттер, зерттеу барысында айттық қой біз жоба кезінде, яғни өзіміз басқа да бір зерттеу жұмыстарын жүргізіп, сауалнамалар дедік, диагностика, тест түрлерін қолдансақ та, біз зерттеу жұмысын жүргізіп, осы жобалап оқыту технологиясы, яғни баланың іздеуіне өзі үйден, ата-анамен болса да, егер оқушыға үйретсеңіздер, ата-аналардың тарапынан да әртүрлі сұрақтар жан-жақтан іздену арқылы барлығының ойын біріктіріп, яғни бала өзі жобаны дайындап, жоба әдісі сол үшін тиімді болып табылады екен. Ал жобалау технологиясы сіздердің тараптарыңыздан, яғни студенттердің жоспарлау және күрделене берілетін тапсырмаларды орындау арқылы меңгеретін білімі. Жобалау, яғни бізде ағылшын тілінен аударғанда, біз алдыңғы сабақтарда біз оны өткен болатынбыз, қалай деп аталады бізде ағылшынша? Кім жауап берем дейді? Яғни бізде тағы да біз жобалау әдісі бойынша жобалауды тағы да аударған болатынбыз. Өткен сабақтарда белсене қатысамыз, қолымызды көтереміз, ағылшын тілінде және қазақшасын айтып өтеміз. Cooperative learning, бірге үйрену деген мағына, біз алдыңғы сабақтарда түрлі мағыналарын, яғни шығу тарихын барлығын өткен болатынбыз. Бүгінгі біздің сабағымыз жалғасы ретінде, яғни жобалау технологиясын біз жалғасу сабағы ретінде өтіп жатырмыз. Келесі, яғни шығу тарихы, бұл жобалау технологиясы қай жылы, қай ғасырда шықты, кім біледі? 19 ғасырдың екінші жартысында шыққан болатын, ал оны зерттеген ең бірінші ашқан ғалым Джон Дьюи деп аталады, Джон Дьюи деп аталады. Оның Джон Дьюи деген психолог, біздің педагог, философ болып келеді. Дьюидің ілімін қалыптастырушы, Колумбия университеті жанындағы мұғалімдер колледжінің профессоры, бізде кім? Уильям Килпатрик. Сол Килпатриктің түсінігі бойынша, көбінесе осы жобалау мәселесі бойынша өз ойын білдірген профессор ретінде әртүрлі ұғым қалыптасқан. Осы Килпатриктің түсінігіне қалыптасатын ол жобалау әдісінің негізі болып табылады. Яғни бұл жерде қандай сөз айтқан екен? Килпатриктің ойынша балаларды өз жұмысының жемісін көруге ынталандыру арқылы үнемі өмірге дайындау, бұл осы жобалау технологиясының негізі болып табылады екен. Келесі, міне осы профессор Уильям Килпатриктің ойынша, яғни мысалға алсақ та, міне мысалды бір қайталап өтейікші. Жаңа Шұғыла, яғни мысалын бір қайталап өтсек. Өзіне көйлек тігіп киген көйлектені мысалға алайық. Егер ол кейін өзі киетін көйлегі үшін жанын аямай, ерінбей, аса қызығушылықпен көйлек үлгісін өзі ойлап тауып, өз бетімен өлшеп тігіп кисе, бұл мысалы жобалау технологиясының нағыз типтік үлгісі. Ал енді осыған байланысты қалай түсінеміз, қыздар? Жобалау әдісі бізге өмірде қандай пайдасы бар екен? Жобалау арқылы. Диана. Жобалау мысалға осы бір затты жасау үшін ол алдын ала жоспарлады. Оны өлшеп, пішіп, схемасын жасап, оны дайын өнім жасап шықты. Яғни өз қолымен өзі жоспарлап жобалау. Және де болашақта өзіне қажетті тиімді затты жасап шықты. Тиімді қажетті затты жасап шықты. Тағы да қандай мысал келтіре аласыздар? Осындай жобалауға байланысты тағы өздеріңіз қандай жоба құрар едіңіздер? Өздеріңіздің армандарыңыз болады ғой, осындайға байланысты бір жоба құрылса, осындайды жасасам, яғни әр адамның өзінің жоспары болады, мақсаты болады, осы жобаға сәйкес өзінің армандаған ойы болады деген сияқты. Осы жобалау іс-әрекетіне келетін Жанелла? Мысалы, дизайнерлік көйлектер шығаратын сәние деп айтсақ та болады. Мысалы, ол жерде енді дизайнерлік деп атайтып тұрғандай, мысалы, белгілі бір адамның өз ойынан ойлап табатын көйлектері, яғни өзінің
ойынан шыққан көйлектерін тігіп шығады да. Мысалы жаңағы айта кеткендей, шынымен де оны бірінші пішіп, оның схемасын келтіріп, яғни ең соңында өзіне қажетті тиімді нәрсені алып шығады. Жақсы. Келесі тағы өз ойыңызды білдіріңіздер. Бір адам, мысалға бизнесмен делікші, ол бір мысалға үй құрады. Ол үйдің болашағы болу үшін ол біріншіден ол қай жерде орналасатынын, және де оның неше бөлмеден тұратынын, және де қалай құрылатыны жайлы ең басында жоба жасайды. Сол жоба арқылы ода бір жобаның техникасы шығады, сонымен қорытынды шығады сол жоба. Жақсы. Келесі. Жобалау, яғни бір бизнес құру деген мағынада деп түсінбеймін. Жобалауды біз жай ғана күнде көріп жүрген, мысалы колледжде тұратын заттардан да көруге болады. Ол үшін алдымен кішігірім ғана схема жасап, сол арқылы сәйкеске болады. Мысалға сумка. Сумканы біз жылы жолын іздейміз жасау үшін, себебі көп шығындалғымыз келмейді. Мысалға коробкадан және тағы басқа маталардан жай ғана тігіп шыға аламыз. Ол үшін бар болған тек машинка керек, және де адамның фантазиясы керек десек те болады деп ойлаймын. Ең бастысы әр нәрсені бастамас бұрын өзіміздің ниетіміз, яғни оны қалауымыз керек. Әр нәрсені өзіміздің қалауымызша, өзіміздің ойымыздағыдай жасасақ, ол әр жұмыс болсын, оның пайдасын, жемісін көретін боламыз. Ал келесі бізде жаңада ағылшын басқа да елдің біз ғалымдарын айтып өттік. Осы жобалау технологиясын оқытқан бізде осы зерттеген біздің қазақстандық ғалымдардың аттары да бар. Ал қайталап өтейікші барлығымыз. Бекова, Қабдықайырова, Қараев, Талбаева, Әлімов, Жанпейісова. Жақсы, осы біздің қазақстандық осы жобалау технологиясына үлес қосқан осы зерттеген ғалымдардың бірі. Келесі біз енді осы жобалау технологиясының 4 тобын анықтаған ең бірінші осы ақш профессоры колледж оқу жобасының 4 тобын анықтаған. Яғни жобалаудың біз 4 тобын білеміз. Яғни ол біріншісі ойын жобасы, бірінші жоба ойын жобасы, ол яғни кіші жастағы балаларға арналған жоба. Кішкентай балабақшаларда көбінесе жоба әдісі үлкен осы оқушыларға немесе студенттерге ғана емес, балабақшаның өзінде де кішкентай балаларға ойын ретінде жоба әдісі қолданылады. Сонда бізге мынау ойын әдісі болып табылады. Кіші жастағы балаларға, яғни әрекет, бірінші слайдқа қосақ. Жобаның түрлері әртүрлі болып келеді. Кішкентай балаларға арналған жоба, халық биі, драмалық қойылымдар, басқа да көңіл көтеруге арналған шаралар, ойын түрлері, қандай ойын түрлері бар? Жоқ, ойынның түрлері. Бізде дидактикалық ойындар бар, логикалық ойындар бар. Қандай ойын түрлері бар тағы? Интеллектуалды ойындар бар, және біздің жобамыздың түрі қандай екен, мұны қараймыз. Барлығымыз атсалысып отырамыз. Экскурсиялық жоба. Экскурсиялық жоба дегеніміз ол мәселені қоршаған орта және қоғамдық өмірмен байланысты араластырып, оны мақсатты түрде оқу білу. Яғни экскурсия деген өзі атында тұрған шығар, яғни саяхаттау ретінде қолданылатын, яғни өзіміздің тақырыпқа байланысты бөлінетін. Жобаның тақырыбы экскурсияға байланысты болса, онда экскурсиялық жоба ол зерттеу түрінде болып табылады. Үшінші бізде нақты қызығушылыққа негізделген жоба. Яғни бағана айтып жатырмыз ғой, өзіміздің тігін жағынан болсын, өзіміздің қызығушылығымызға, яғни хоббиімізға болсын, ұнататын ісімізге болсын, соған байланысты негізделген жоба. Яғни балалар мұнда өзінің өнімінен ләззат алады, оған ауызша, жазбаша, ән айту, көркем өнер, музыка, музыканың ішіне әртүрлі аспаптар кіреді, домбыра, қобыз деген сияқты, жай тағы басқа да жатады. Яғни өздері тақырыпты таңдап, соған байланысты өздері зерттеп келетін дүние, ол яғни нақты қызығушылығы негізделген жоба болып табылады. Ал
Төртінші түрі құрастырушылық жоба. Құрастырушылық жоба дегеніміз, яғни нақты қажетті бір өнім шығаруға бағытталады, яғни жаңа сусын, оқуға қажетті бір материалдар болса да, және де жоба мазмұнына, құрылымына, мерзіміне, деңгейіне байланысты жіктеледі екен. Мысалы, мерзіміне байланысты қысқа, ұзақ, айлық, жылдық деген сияқты өзі тағы басқа солай өзінің айларына, өзінің қандай да бір мерзіміне байланысты жіктеледі. Немесе жобаны көбінесе айлап, жылдап жасап жатады. Қиындығына, күрделілігіне, тақырыбына байланысты болып жатады. Деңгейіне байланысты, яғни университет аралық, халықаралық, облыстық, республикалық болып бөлінеді. Қыздар, сіздер өздеріңіз ғылыми жобалар жасап жатсыздар, қатысып жатсыздар. Сол кезде сіздерге, яғни халықаралық ғылыми жоба, республикалық ғылыми жоба деген келіп жатады. Сонда осы деңгейге байланысты, осылай өңірге байланысты осылай бөлінеді екен. Келесі, біз жобалау технологиясына қандай талаптар қойылады? Атап өтейікші барлығымыз. Ал талаптары: бірінші, жобаның икемділігі; екіншісі, жобаның нәтижеге әкелуі; үшінші, өзгерістің тиімділігі; төртінші, жоба барысында жақсы есепке алу; бесінші, өзгерістер жасау мүмкіндігін қарастыру болып табылады екен. Мұқият тыңдап отырамыз. Және де жобалау әдісі болжайды. Қандай әдісті болжайды екен жобалау әдісі? Бірінші, бізде қандай да бір мәселені шешуге көмектеседі. Екінші, нәтижеге қол жеткізеді. Ал жобалау әдісі, қыздар, мұқият тыңдап қарап отырамыз. Келесі, яғни біз айтып жатырмыз, тақырыбымыз бойынша да өзіміз болашақ ұстаз ретінде ертең мұғалім болып барған кезде де сіздер өздеріңіз оқушы, екінші курста сіздер практикаға барасыздар, сол кезде де өзіңіздің сабағыңызды немесе басқа да бір тәрбие сағаттарыңызды болсын, өзіңіздің жобалап оқыту технологиясын тиімді пайдалана аласыз. Яғни жобалап оқыту технологиясындағы оқушының, мұғалімнің іс-әрекеті деп екі бағанға бөлініп, жаңағы іс-әрекетін сипаттаған болатынбыз. Ал бұл жерде мұғалімнің іс-әрекеті қандай болады? Жеке тұлғаға қарай бағытталған, ұсынушы, нақты, мақсат қоюшы; екінші, бағыт бағдар беруші, кеңесші; үшінші, оқушының жетістігін құптаушы; төртінші, ынталандырушы, мақсат қоюшы; бесінші, мақсаттарға жетелеуші. Яғни әрдайым қандай да бір жоба алса да, оқушыға бағыт бағдар беріп, мақсат қойып, оған көмектесетін, үнемі қасында болып, яғни сол жобаға байланысты көмек беретін адам, яғни мұғалімнің бұл іс-әрекеті болып табылады. Келесі, оқушының іс-әрекетін атап өтсек, оқушы, оқыту субъектісі; үшінші, төртінші, бесінші, шығармашылық тұлға. Келесі, біз осы жобалау іс-әрекетін тек бір сөздермен ғана алып өтсек, ең маңызды сөздер, яғни бұл сұрақ, мәселе, ізденіс, анализ, ойын. Қалай ойлайсыздар, неге бұл сөздер ғана айтылған? Сұрақ, мәселе, ізденіс, анализ, ойын. Айдана? Мен ойлаймын, себебі бұл жобалау тақырыбына тікелей қатысы бар. Бұл сөздердің, және де осы сөздер арқылы біз нақты мақсатқа жете аламыз. Жақсы. Ал қандай да бір берілген тақырыпқа біз не істейміз? Сұрақ қоямыз. Яғни жобада сұрақ міндетті түрде. Ол жобаны сұрақты жасаушы, жоба
жасағаннан кейін де сұрақ қойылады, иә. Жобаны зерттеу мақсатында да қаншама сұрақтарға кезігеміз, иә. Ол сұрақтарды іздену мақсатында біз жаңағындай жауабын іздей бастаймыз, зерттей бастаймыз. Сол тақырыпты, ол жобаның алған тақырыбына байланысты. Егер сіздер өз еріктеріңізбен өздеріңізге бағана айтып жатыр қой, нақты қызығушылыққа негізделген жоба алсаңыздар, оның, яғни менің жобамның мақсаты қандай, мен нені зерттеймін, менің жобамның өзектілігі қандай деп өзімізге сұрақ қою арқылы сол жобаны біз кезек-кезеңмен жасайтын боламыз, иә. Екінші, яғни мәселе бұл жерде өзімізге жобаға әртүрлі, енді жобаның кейде бір жоба құраған кезде бір өзекті мәселе алып жатамыз, иә. Яғни өзіміздің жоба құрған кезде, мысалы, қандай да бір негізделіп, бір мәселені зерттеу арқылы, әрі қарай оны іздену арқылы, ізденіс деген бізде ең бастысы. Бағана сіздер жоба жасаған кезде ізденісті қалай қолданыңыздар? Ізденіс әдісін қалай қолданыңыздар? Яғни сіздер не істедіңіздер? Интернет желісінен іздедіңіздер. Ақпарат көздерін интернет желісінен алдыңыздар. Тағы қандай әдіс тәсілдер қолдандыңыздар жоба дайындау мақсатында? Басқаларға түсіндіру, қорғау, иә, өзіңнің жобаңды дәлелдеп, яғни өзіңнің мақсатыңды айттыңдар, яғни бір тақырыпты ашу үшін де ізденіп, оның бағана сіздер пайдасын, артықшылығын, зиянын, әртүрлі өзінің шығу тарихын, қызықты деректер, яғни өз тараптарыңыздан ұсыныс барлығын айтып білдірдіңіздер, иә. Келесі, яғни ол жобамызды біздің анализ, яғни ол талдау, иә. Жобамызды талдау арқылы, топпен бірігіп, оның мәселесін шешу арқылы, немесе ол жоба әртүрлі, жаңа айтып жатырмыз ғой, деңгейіне байланысты, мерзіміне байланысты деп, жылдап жасалатын жобалар бар. Жылдап жасалатын жобаларда, айлап жасалатын жобаларда, яғни міндетті түрде талдау жасалып, егер мен осы жобаны жасасам, осындай мен нәтижеге жете алам ба, жетістікке жете алам ба, алдын ала өзімізге мақсат қойып, сол жобаны орындау кезінде міндетті түрде талдау жасап, оның ақырын көріп, яғни соңғы нәтижесін көру мақсатында жобаны алдын ала сол талдау жүргізу арқылы жасалынады. Одан кейін көбінесе қандай түрде болып жатады? Ойын болып жатады, иә, жаңада айтып өттік. Ойын әдісі көбінесе кішкентай балабақшалардан да басталады. Оқушыларға ойын әдісі арқылы біздің жобамыз жасалынатын болады. Баланы қалай қызықтыра аламыз біз, иә? Кішкентай баланы ойын әдісі арқылы бала және үйге берілген тапсырманы үйдегі ата-ана да балаға ойын әдісі арқылы қызықтырып, жоба тек сөз ғана болса, кішкентай бала әрине ол жалығып кетеді, иә? Яғни ойын, зерттеу түрінде, бір тақырыпқа байланысты жаңағыдай эксперимент түрінде болса, онда балаларға ойын түрінде болса, ол қатты сөз көп болмаса, балаға жалықтырмай қызықты өтеді. Енді қыздар, келесі сіздерге берілетін тапсырма біздің алдымызда сіздерге берілген лекциялар жатыр. Лекциялар жатыр. Сол жердегі сіздердің мына жердегі дайындық кезеңдерін жоспарлау, яғни жоба жұмыс жасау кезеңі өз әртүрлі кезеңдерге бөлінеді. Сол кезеңдерге байланысты сіздер осы қазір кезеңдерді айтып шығам, 4 топқа бөлемін. Сол топ осы плакаттарға сол кезеңдерді енгізу арқылы қазір топтан бір көкбасшысы немесе басқа да адам шығуға болады, сол қорғайтын болады. Осы плакатқа сіздер енгізесіздер. Қазір бірінші топқа дайындық кезеңі және жоспарлау кезеңі, екінші топқа зерттеу жұмысы беріледі, үшінші топқа нәтижені талқылау, төртінші топқа жұмыстың тұсаукесері мен бағалау, жоспарлау сіздердікі қорытындылау болып саналады. Ал кеттік, 5 минут беріледі, тез жұмыс жасаймыз, оқып шығамыз, әрқайсысы өз кезеңін оқып шығады, және де плакатқа енгізеді.
Яғни ол жобада мұғалімнің іс-әрекеті оқушының іс-әрекеті деп көрсетілген. Сондықтан оны міндетті түрде ұмытпай, мұғалім мен оқушының іс-әрекеті дайындық кезеңінің барлық кезеңді айтып өтетін боламыз. Әр топтағы студент шығуға дайындалсын. Қалған студентті яғни осы жерде берілген лекцияға байланысты естелігіне мәліметтерді көмектесіп айтып енгіземіз. Ал топтар өз жұмыстарыңызда болдық қой, онда қазір әр топтан бір студенттер шығып, осы жоба жұмыстарын кезеңдер бойынша қорғап шығатын боламыз. Ал бірінші топтан кім шығады? Яғни Аяулым шығады, иә? Бірінші топ, екінші топтан Айдана, үшінші топ Айгерім, тез шығамыз. Төртінші топтан Арайлым, Аружан. Үшінші топ Сыла қарады. Бірінші топтан бастап кезең-кезеңмен тұрамыз. Бірінші топқа берілген кезеңдер, яғни дайындық кезеңі, жоспарлау кезеңі. Бұл жерде жоба тақырыбын анықтау және оқушыларды тақырып таңдауға ынталандыру жұмыстың мазмұнына жатады. Яғни жұмысты жоспарлауға оқушыларды үйрету мұғалімнің басты міндеті болып табылады. Және де мұғалімнің тәжірибелік мақсатын шешудегі негізгі іс-әрекетіне келетін болсақ, оқушыларды пікір алмасуға мүмкіндік беру, яғни әр адам өз пікірін лақтырады. Топқа бөлу, ақпаратты жинау, талдау және де көрсету. Оқушылардың іс-әрекеті қандай болады? Әркім өз пікірін қолдайды, қорғайды деуге де болады. Және де мұғалім оларға бағыт-бағдар беру болып табылады. Бізге екінші топқа берілген зерттеу жұмысы. Бұл жерде яғни жұмыстың мазмұны ақпаратты жинау, аралық нәтижені талдау, сұхбат, анкета, бақылау жүргізу және алынған ақпаратты талдау. Және осы зерттеу жұмысындағы мұғалімнің тәрбиелік мақсаты негізгі іс-әрекеттері болып табылатын жағдайлар ол оқушының күнделікті бақылап, әрбір жетекшісімен, топ мүшелерімен жеке-жеке сөйлесу, және оларды талдау, өз көмегін беру, және нәтижені салыстыру, сосын оларға бағыт беру болып табылады. Және осы зерттеу жұмысында тек қана мұғалімнің іс-әрекеттерімен қоса, оқушылардың да өзара іс-әрекеттері болады. Олардың іс-әрекеттері жеке немесе топтық жұмыс, анкета сұрақтарын құрастыру, ол болмай жатса сценарий жазу, және де қарым-қатынас, басқа да оқушылармен қарым-қатынасын жақсарту. Және осы арқылы олар көп өздерін аша алады, және білімділік, пәндік салада өздерін дамыта алады. Бізге үшінші топқа берілген жоба кезеңі, яғни ол нәтижені талқылау болып табылады. Жобамыздың мазмұнын айтсақ, олар яғни проблема шешу, шешім шығару, тұсаукесерді жоспарлау, ақпаратты талдау болып табылады. Бұл жердегі мұғалімнің іс-әрекетіне келетін болсақ, яғни мұғалім әрбір топтағы жеке оқушылардың, атсалысқан оқушылардың жобаларын, яғни жұмыстарын анықтап, оларға және басқа да топтардың оқушыларды тыңдауына кеңес береді және сыйластыққа шақырады. Ал оқушылардың
яғни кеңес беріп оларды бақылайды. Ал оқушылардың бұл жердегі іс-әрекеті, яғни әрбір топтағы рөлдарды анықтау және өзіне керекті мәліметтерді түсіну болып табылады. Және мұғалімнің айтқандарын жеке бағалап бағдарлау. Біздің топқа берілген жұмыс кезеңдері, жұмыс кезеңдері, жұмыстың тұсаукесері және де бағалау және жоспарлау болып табылады. Жұмыстың тұсаукесерінде мұғалімнің міндеттері тыңдайды, проблемалық сұрақтар қою арқылы оқушыны сөйлетуге мүмкіндік береді. Және де жұмыстың тұсаукесеріндегі оқушының іс-әрекеті алынған нәтижеге есеп береді және де мұқият тыңдау арқылы сөйлеу мәдениетін ескере отырып, әрі қарай ойларын жеткізуді жалғастырады. Бағалау және жоспарлау кезеңдеріне келетін болсақ, бұл жерде мұғалімнің іс-әрекеті жұмысты бағалайды және де үлкен мақсаттарға жетелейді, ал оқушының әрекеттері бір-бірін бағалау арқылы және де өз-өздерін бағалау арқылы алған мақсатқа жетелеу. Осы жобалау бойынша біз барлық кезеңдер бойынша мына қыздар айтып өтті. Барлық түсінікті ме қыздар? Сұрақтарыңыз бар ма? Барлық кезеңін біз осындай плакат қорғау әдіс тәсілі арқылы барлық кезеңін айтып өттік. Яғни бірінші кезең қандай дедік? Дайындық кезеңі, екінші зерттеу жұмысы, үшінші нәтижені талқылау, одан кейін жұмыстың қорытындысы, яғни тұсаукесері, жұмыстың қорытындысы және бағалау, жоспарлау. Яғни осылай әр жобаны жасаған кезінде осындай кезеңдерге бөлу арқылы мұғалімнің іс-әрекеті, оқушының іс-әрекеті бөлініп, осы жобаны қорғап шығады. Ал отырамыз. Жақсы, қатысқан студенттер өздеріңізге бағалауды ұмытпаңыздар, өздеріңізге бағалау әдісімен қоюды ұмытпаңыздар. Ал келесі енді осы сабақтарымызды қорытындыласақ, осы тақырып бойынша сіздерге сұрақтар қоятын боламыз. Яғни жобалау әдісі дегеніміз не? Жалпы кім жауап береді? Жобалау әдісі дегеніміз не? Жобалау әдісі дегеніміз қолыңызды көтеру арқылы жауап береміз, белсенді боламыз. Жобалау әдісі дегеніміз Жобалаудың бірақ қана әдісі емес, оның көптеген әдістері бар, яғни бақылау, зерттеу, талдау, қандай да бір нәтижеге жету үшін 5-6 тармақтан тұратын әдістен өту. Жақсы. Тағы толықтырып өтеміз, қандайлар? Жобалау әдісі, яғни бұл оқушылардың белгілі бір жобаны осы жобалау арқылы іске асыру, яғни өздерінің білімдерін дамыту. Жақсы. Ал келесі сұрақ, жобаның түрлері қандай? Жобаның түрлері қандай? Кесте жауап береміз. Ғылыми, шығармашылық, ойын және де ақпараттық. Жақсы, жобаның 4 тобы. Жобалау технологиясы қай жылы пайда болды және зерттеген ғалым? 19 ғасырдың екінші жартысында ауыл шаруашылығы ақш-та ауыл шаруашылығы мектептерінде пайда болған, және оны Джон Дюн ғалым негізін қалыптастырған болатын. Жақсы. Келесі оның шәкірті кім жалғастырған бізде ең бірінші жобалау әдісін? Килпатрик. Жақсы. Келесі сұрағымыз, жобалау әдісінің талаптары қандай? Жобалау әдісінің талаптары қандай? Кесте жауап береміз. Жобалау әдісінің талаптары. Жобалау әдісінің талаптары. Гүлжазира. Жобалау әдісінің талаптары мұқият тыңдау, ой елегінен өткізу, қандай да бір нәтижеге жетуде өзін жақсы жақтан көрсетіп, өзінің белсенділігін арттыру. Жақсы. Тағы Ақбота. Жобаның тиімділігі, жобаның әдісінің талаптарына мен ойлаймын бір нәрсені бір тақырыпты алып, сол тақырыпта шешу және де оның қандай, мысалы, оның басты назарда қандай тақырып алғанына қарай оның қандай
артықшылығы, тиімділігі бар екенін шешіп, оны халыққа ұсыну деп ойлаймын. зерттеу ізденіс жүргізеді. Мақсаты ол жобаны тиімді, жан-жақты жүргізу және де ең соңында жобаның міндетті түрде жемісі тиер пайдасы болу қажет. Жақсы, тағы жауап беремін деушілер бар ма? Ал енді келесі соңғы сұрағымыз, жобаның тиімділігі қандай? Жобаның тиімділігі, яғни уақытын естіп, көзбен көргенді және барлығын есте сақтай отырып, оқушыларды ізденіс пен танымдылыққа және ғылыми жобаларға жетелеу болып табылады. Жақсы, өте жақсы. Тағы толықтырам деушілер бар ма? Шұғыла. Сонымен қатар шығармашылық қасиеттері, қабілеттерін жетілдіреді, сонымен қатар мәселелерді шешуге мүмкіндік беріп оларды үйретеді. Жақсы, өте жақсы жарайсыздар. Бүгінгі сабақты қорытындылау мақсатында тағы бір әдіс түрін ұсынып сіздерге өтсем, яғни 5-5-1 әдісі. Біздің сабағымызды қорытындылау мақсатында сіздер тақырыпты түсіндіңіздер ме, түсінбедіңіздер ме? Жалпы осы жобалау тақырыбына байланысты сіздердің алдарыңызда лекция берілген, яғни сіздерге материал берілген. Сол материал бойынша немесе бүгінгі сабақты өздеріңіз ауызша да егер естеріңізде болса, міне бүгінгі сабақта қорытынды ретінде қорытынды 5 сөйлем жазу керек сіздерге, 5 сөз жазу керек, және де ең маңызды бір сөз жазып өту керек. Түсіндіңіздер ғой, 5 сөйлем, 5 сөз және ең маңызды бір сөз. Осы сабақ бойынша, осы жобалау технологиясы бойынша тез жазамыз. Топпен біреу жазсаңыздар жетеді, топпен жазамыз біреу. 5 сөйлем, 5 сөз, және де ең маңызды соның ішіндегі бір сөз. 5 сөйлем, 5 сөз, бір сөз, әдісі бойынша бірінші топ. 5 сөйлем, оқып шығамыз. 5 сөйлем, кім оқиды? 5 сөйлем оқып шығамыз. Жобалау технологиясы 19 ғасырдың екінші жартысында Джон Дьюи олар тапқан болатын, ол кісі психолог және педагог. Екінші жобалау технологиясы оқушылардың жоспарлау және көлденең беретін тапсырмаларды орындау арқылы меңгеретін біледі. Үшінші балаларды өз жұмысының жемісін көруге ынталандыру арқылы үлкен өмірге дайындау технологияның негізі. Төртінші жобалау технологиясының негізгі мақсаты оқушылардың қызығушылық ынтасын дамыту. Бесінші көздетілген жұмыстарын жүргізу арқылы білімін жетілдіру. Жақсы, 5 сөз. Жоспар, пікір, мәселе және алмасу. Енді ең маңызды бір сөз. Бұл Жобалау деген сөз алдыңызда, ал екінші топ 5 сөйлем. Жобалау технологиясы оқушылардың жобалау және күрделене беретін тапсырманы орындау арқылы меңгеру білімі. Және ол 29 ғасырдың екінші жартысында ақш мал шаруашылығы мектептерінде пайда болған. Оның негізгі тарихы мектеп білімін жаңарту. Жобаның тиімді көзбен қарап, сабақты естіп оқушыны ізденіске жетелеу. Негізгі түпкі мақсаты нақты проблеманы шеше білуде қолдануға үйрету. Ал 5 сөз, оқу, дайындау, зерттеу, жоспарлау, бағалау. Және ең соңғы сөз ол нәтиже. Жақсы. Үшінші топ 5 сөйлем. Жобалау шығармашылық қабілетті жетілдіру және оқытушыларды жоспарлау және күрделене беретін тапсырмаларды орындау арқылы меңгеретін білім саласы. Жобалау технологиясы 19 ғасырдың екінші жартысында пайда болған. Оның негізін қалаған Джон Дьюи. Ол 21 ғасырда әлемдік білім беру жүйесінің дамуындағы негізгі басымдықтардың бірі мектеп білімін жаңарту. Енді 5 сөз. Жоба ақпаратын талдау, нәтиже және кезең. Жақсы. Ең маңызды мақсат. Мақсат, өте жақсы. Жобалау технологиясын қолдану оқушылардың қызығушылығы мен ойын ынтасын арттыру мақсатында қолданылады. Оның тиімділігі көзбен көріп, есте сақтай отырып оқушыны ізденіске жетелейді. Жоба жасау арқылы жемісті де пайдалы нәтижеге жетеміз. Себебі жан-жақты зерттеледі, анализ жасалады, сұрақтың жауабын табу арқылы мәселені талқылайды. Қорытындылай келе жобалау әдісі жан-жақты қолданылады. 5 сөз. Нәтиже, мақсат, жоба, ізденіс, жобалау.
Маңызды сөз жетелеу. Ал студенттер енді бүгінгі сабақты қорытындылау мақсатында келесі әдіс тәсіл бізде тест әдісі түрінде, яғни Kahoot бағдарламасы арқылы сіздерге қазір тест беріледі. Ұялы телефондарыңызға қазір сіздерге ұялы телефондарыңызды алайықшы қыздар қолымызға. Ұялы телефонды аламыз, Kahoot бағдарламасына кіреміз. Мына жерде пароль көрсетілген. Осы парольді енгізіп тестті бастайтын боламыз. Ал барлығымыз кірсек, енді тестті сіздерге 4 минут береміз, тестқа орындаймыз. 10 сұрақтан құралады, тез жауап береміз. Сұрақтар көрсетілген ғой, иә? Көрсетілген. Сұрақтар. Сұрақ маяқта шықпайды екен. Жобалау технологиясы қай ғасырда пайда болды? 19, 17, 14, 21. Келесі сұрақ. Қазақша қалай? Әлемдік технология, бірлескен оқу, бірге үйрену, жобалау, білім алу, жобалау технологиясы. Қай өлең жолдарында технологиялық ұстанымдар бар? Сіздерге яғни лекция берілген бойынша, иә, сұрақтар? Дұрыс жауап беру арқылы мына орындарға көтеріп жатырсыздар, иә? Дұрыс жауап береміз. Көрініп тұр ғой, сіздерге көрініп тұр ма? Яғни технологиялық оқытуда оқушының іс-әрекеті, бағыт бағдар беруші, кеңесші, мақсаттарға жетелеуші, және де ынталандырушы, мақсат қоюшы, өз ізденіскен табысқа жетуші шығармашылық тұлға. Үлгеріп жатсыздар ма? Технологиялық оқытуда мұғалімнің іс-әрекеті, бағана айтып жатыр, иә? Мұғалімнің іс-әрекеті, міне өзін-өзі және бір-бірін оқытушы, өз ізденісі мен табысқа жетуші шығармашылық тұлға, жеке тұлғаға қарай бағытталған ұсынушы, нақты мақсат қоюшы, өнерпаз, жасампаз, еңбектің иесі. Келесі 7-ші сұрақ. Келесі 9-шы сұрақ. Жоба жұмысы неше кезеңдерге бөлінеді? 3, 8, 6, 4. Бағана дайындық кезеңі деп бастап кезеңдерін айтып өттік қой. Сол неше кезеңге бөлінеді? Қағазға қарамаймыз, өзіміз жауап береміз.
келесі соңғы сұрақ. Ақпаратты талдау, шешім шығару, тұсаукесердің қандай түрде өтетінін жоспарлау, қай жоба жұмыс кезеңінде? Жоспарлау, дайындық кезеңі, зерттеу, нәтижені талқылау. Қай кезеңде? Мақсатты талдау, шешім шығару, тұсаукесердің қандай түрде өтетінін жоспарлау. Жалпы аяқталды, я? 10 сұрағымыз. Үшінші орын аласың ғой. Үшінші орын Жанел дейді, екінші орын Айгерім, бірінші орын бізде жарайсыздар. Бізде 3 орын иесі анықталды, я? Белсенді атсалыстыңыздар, я? Ал енді бүгінгі сабаққа қалай қатысты топ мүшелері, яғни топ басшысы өздерінің топ мүшелерін сабаққа қатысу деңгейіне байланысты және де жаңағы берілген соңғы тест тапсырмасына байланысты қорытындылап өтсек. Ал енді соңғы топтан бастайық осы жолы, я? Топ басшысы бізде Диана. Сабаққа қатысу көрсетіп. Лүпілі, қанша лүпіл жинады екен, я? Бойынша аружан бізде жетеу, Толғанай бізде YouTube желісі бойынша 4-еу, Facebook Айгөркем 6-ау, мен Instagram бойынша 7-еу. Сіз енді жалпы қорытындылап өтіңіз, я? Яғни Диана өзіңіз 6 лүпіл жинадым және тесттен осындай баға алдым. Және де қандай бағамен бағалайсыз өзіңізді? Үздік, жақсы, қанағаттанарлық, үздік деген 5, жақсы деген 4, және қанағаттанарлық 3 деп өзімізді бағалап өтсек. Сабаққа қатысу үлгерімі бойынша мен 7 лүпіл жинадым, ал Kahoot программасы бойынша мен 6101 балл жинадым. Қорытындылай келе үздік деген бағамен келесі бізде Аружанды. Аружан тоже үздік деп бағалаймын, себебі ол жобаны қорғады, жобаға атсалысты. Толғанай және Айгөркем бізде жоба жасауға көмектесті, түрлі ақпараттар айтты. Қандай бағамен бағалаймыз? Барлығы үздік және орташа. Жақсы деген бағамен. Жақсы деген бағамен бағаланады. Жақсы. Енді екінші топ басшысы Жанела. Бүгінгі біздің ашық сабағымыз өте жақсы деңгейде өтті. Және де менің қасымда отырған әріптестерім, яғни топ құрамындағы балалардың барлығы өте белсенді жұмыс атқарды деп те айта аламын. Барлығы өздері түрлі қырлардан танылды десек те болады. Жаңағы программа арқылы тест болды. Яғни сол жерде әсем 5578, аңсаған болса 5800, ал Аяулым болса 6800, ал Айгерім болса 6735 балл жинады. Осы жерде ендігі кезекте бізде Instagram, және де Facebook, және де YouTube, және де TikTok арқылы бөлінген кезде біздің қыздар өзі жеке бағаларын алды. Бірінші Facebook, яғни Аяулым 3 баға, 4 баға алды, яғни бұл қанағаттандырарлық және жақсы деп айтсам да болады. Келесі TikTok, Аманғазина Айгерім 3 балл, Аңсаған 3 балл алды, жақсы деп айтуға болады. Келесі Әсем Instagram желісін алды, ол 3 балл алды, өте қанағаттандырарлық деп айтсақ та болады. Мен осындай топпен жұмыс істегеніме қуанамын. Рахмет. Яғни біз лүпілді және де қыздар тест әдісін бірге қосып айтайық, я? Жаңағындай желіге тоқталмай қояйық, тек осындай лүпіл жинады және тест әдісінен осындай балл алды, қорытынды бағамыз осындай деп қана айтамыз, я? Бүгінгі осы ашық сабақтағы қорытындылай кетсек, бізде топта жаңағы Kahoot бағдарламасы арқылы Толғанай 6853 балл жинаған болатын.
Ажар 4678, ал Гүлжазира 5533 деген жақсы результаттар көрсеткен болатын. Ендігі кезекте осы лүпілдер арқылы бағалай кетсек, Ақбота 4 лүпіл жинаған болатын. Себебі ол жақсы қатысты. Барлық сұраққа өз ойынша жақсы жауап берді деп ойлаймын. Толғанай 4 лүпіл жинаған болатын. Жаңа плакат қорғаған кезде жақсы жазып өзі қорғайтын болатын. Гүлжазира мен Ажарда осылай 4 лүпіл жинаған болатын. Оларда барынша сұраққа өздері жауап беріп, жақсы қатысты деп ойлаймын. Осылай ашық сабақта бізде қызықты өтті. Бәріміз жақсы қатыстық деп ойлаймын. Яғни бірге айтсақ, тест әдісін де жеке-жеке тоқталмай қояйық. Тест әдісі және де біздің бүгінгі тоқтамды қорытындылай кетсек, біріншіден бізде аяулым ол бағдарламасынан 3377 балл алып, ал негізінен лүпіл бойынша 4 балл алды. Диана лүпіл бойынша 3 балл алды, ал Кахут бағдарламасынан 2904 балл алды. Бағасын қандай бағамен бағалаймыз? Сұрасың ба? Аяулымды жақсы деген бағамен бағалаймын, себебі ол үздік деген бағамен бағалаймын, себебі ол әртүрлі осы жобаға қатысты атсалысты және де әртүрлі сөйлемдерді бізге айтуға көмектесіп отырды. Келесі Диана 3 балл, 2954, оны жақсы деген қорытындылаймын, себебі олда да әртүрлі осы жобаларға атсалысты. Әсел 3 лүпіл жинады, 2069 балл Кахут программасынан жинады, және де оған да жақсы деген балл қоямын. Менде 3 балл, 3 лүпіл, 2736 балл Кахут программасы бойынша, оған да жақсы деген балл қоямын. Жақсы. Барлық сіздерге сабаққа қатысқандарыңызға, сабақта белсенді болғандарыңызға көптен көп рахмет. Міне бүгінгі біздің ашық сабағымыз аяқталды. Енді ашық сабағымызды қорытындылап өтсек, қорытынды сөзіміз келесі. Қорытынды сөз сіздерге қорытынды сөзді ал енді Конфуцийдің айтуы бойынша естігенімді ұмытамын, көргенімді есте сақтаймын және өз істегенімді меңгеремін. Яғни сіздер өздеріңіз мұғалім ретінде, өздеріңізде оқушыға, өздеріңіз студент ретінде, болашақ ұстаз ретінде көбінесе бізде айтылған нәрсе емес, естіген нәрсе емес, яғни өзіміз қолдан жасаған жобамыз болсын, жаңа зерттеген, өзіміз ізденген нәрсе міндетті түрде ол есте қалып, оның нәтижесі болады екен. Сондықтан жобалап оқыту технологиясы бұл бізде өте керек, тиімді тәсілдердің бірі болып табылады. Ал енді бүгінгі сабақты үйге тапсырма ретінде сіздерге беріледі. Үйге тапсырма жаңа тенденциядағы мұғалім тұлғасы атты ғылыми жоба беріледі. Ғылыми жобаның сіздерге өздеріңізге чаттарыңызға ғылыми жобаның дайындалу үлгісі бойынша біз алдыңғы сабақта да бір қайталап өткен болатынбыз. Келесі ғылыми жоба жұмысына қойылатын талаптарды сізге барлығын, үлгісін барлығын жіберетін боламын. Соны үйде, үй жұмысы ретінде орындап келесі сабаққа алып келеміз. Барлықтарыңызға осы ашық сабаққа белсене қатысқандарыңызға рахмет. Өз-өзімізге қол шапалақтап қоямыз.